Сәлеметсіздер ме, болашақ грант иегерлері? Бүгінгі сабақта біз сізбен алгебраны қайталап өтетін боламыз. Соның ішінде матрица тақырыбын. Сонымен бастайық. Анықтама: матрица деп элементтері нақты сандар болатын тік бұрышты кестені айтамыз. Матрицаны біз бас әріппен белгілейміз және жай жақшалар арқылы белгілейміз. Кейбір жағдайларда квадрат жақшамен. Бұл жерде бізде бірінші жол матрицада, екінші жол тағы сол сияқты m-ші жол. Бірінші баған, екінші баған, тағы сол сияқты n-ші баған. Яғни біз матрицаның өлшемін жазу керекпіз. Ең бірінші жол жазылады, екіншісі баған жазылады. Сонда бізде бұл матрица m жолдан n бағаннан тұрады екен. Мінекей мысал, А 2-де 3 өлшемді матрица. 2 жолдан 3 бағаннан тұрады. Келесі, егер n тең n болса, яғни көлденең және тік жолдар саны бірдей болса, матрицаны квадраттық матрица деп атаймыз. Және олардың өлшемдері бірдей болса, онда бірдей екі матрицаның сәйкес элементтері де тең болса, екі матрица тең. Квадрат матрица деп 2-де 2, 3-те 3, 4-те 4, тағы да сол сияқты n-да n өлшемді матрицаларды айтамыз. Енді матрицаның түрлері. Бірінші, егер матрицаның барлық элементтері 0-ге тең болса, барлық элемент 0 болса, онда бізде нөлдік матрица деп аталады. Оған мысалға мына О матрицасы мысал ретінде қарастырылады. Келесі, шаршы матрицаның бас диагоналі, именно шаршы матрицаның бас диагоналі ғана 0-ге тең емес, қалған барлығы 0-ге тең болса, ол бізде диагональдық матрица деп аталады. Оған мысал ретінде Б және А матрицасы алынған. Диагональдарында 0-ге тең емес сан тұр, қалған барлығы 0-ге тең. Ал егерде осы диагональдік матрицаның, тура диагональдік матрица тек диагоналында 1 деген сандар тұрса, ол бізде бірлік матрица деп аталады. Және көп жағдайда, көп кітапшаларда, оқыту құралдарында бірлік матрицаны Е әрпімен белгілеп жатады. Матрицаға амалдар қолдану. Өлшемдері бірдей матрицаларды біздер қоса аламыз және азайта аламыз. Қосу немесе азайту дегеніміз сәйкес бірдей позицияда тұрған элементтерін қосып немесе азайтамыз. Сонымен қатар матрицаны тұрақты К санына көбейте аламыз. Тұрақты К санына көбейткенде матрицаның әрбір элементі сол санға көбейтіледі. Немесе сол мысалға 2-де 2 өлшемді матрицаны алайықшы, 4 элементі бар. Сондай жағдайда сол 4 элементтің ортақ көбейткіші болса, оның матрицаның алдына шығарсақ та болады. Келесі, матрицаларды қосу және тұрақты санға көбейту амалдары үшін осы қасиеттер қолданылады. Кез келген матрицаны элементарлық түрлендірулер арқылы бас диагональдың бойында түгел бірлер, ал басқа элементтерді нөлдер болатын түрге келтіреміз. Және ол түрді біздер канондық матрица дейміз. Элементарлық түрлендірулерде, мысалға, бірінші жолды 2-ге көбейтіп, үшінші жолға қостым деген сияқтылар келеді. Яғни, естеріңізде болса, Гаусс әдісін көп қолданатын едік. Келесі, 2А және В матрицасын біреуі екіншісінен көрсетілген түрлендірулер элементарлық арқылы алынатын болса, онда ол екі матрица бір-біріне эквивалентті болып саналады. Келесі, матрицаларды көбейту. Бұл матрицаларға біздер амалдар қолдануды қайталап жатырмыз, соның ішінде матрицаларды көбейту бар. Сол кезде бір маңызды орындау керек шарт бар. Ол бірінші матрицаның бағаны мен екінші матрицаның жолы бірдей болса, онда ол матрицаны көбейте аламыз. Мысалға, А 2-де 3 пен Б 3-те 1-ді көбейтсек болады. Бірақ Б 3-те 1-ді А 2-де 3-ке көбейте алмаймыз. Біріншінің бағаны екіншінің жолы тең болу керек. Көбейту амалдарында бірінші матрицаның жолдарын екінші матрицаның бағандарына көбейтіп қосамыз. Бұлай жаттап алсаңыздар болады. Мына Б деп. Бірінші матрица баған, екінші матрица жол. Келесі, бұл матрицаның жаңа айтып кеткендей, А-ны Б-ға көбейту, Б-ны А-ға көбейтуге тең емес. Егерде берілген матрицаны бірлік матрицаға көбейтсек, сол матрицаның өзі шығады. Ол бір санды бірге көбейткенге тең, санның өзі шығады деген сияқты. Бұл жерде 4 матрицаның 4 қасиеті берілген, көбейтуді орындағандағы бір қарап шықсаңыздар болады. Келесі, анықтауыш. Матрицаны анықтауышы кейбір деректерде оқыту құралдарында детерминант деп атап жатады. Бұл квадрат матрицаны белгілі бір ережелер бойынша есептегенде шығатын нақты бір сан. Міндетті түрде квадрат матрицада.
Анықтауыш матрицаның маңызды сипаттамасы болып табылады және ол детерминант А немесе модуль ішіндегі А деп белгіленеді. Сонымен қатар анықтауыштың геометриялық мағынасы да бар. Ол қандай? Ол 2-де 2 матрицасы үшін ол параллелограммның ауданына тең. Яғни 2-де 2 матрицаның ауданын тапсақ, онда бізде параллелограммның ауданы шығады. Яғни координаталар берілген. Ал егерде мысалға параллелепипедтің координаталарын берілді әр нүктесінің, онда біз оның көлемін 3-те 3 матрицаның анықтауышын тапқандай оңай тапсақ болады. Келесі анықтауышының қасиеттері. Бұл қасиеттер сұрақтарда келіп жатады магистратурадан. Көбінесе осы ең бірінші қасиеті келеді. Тура осы сөйлем келеді. Егерде анықтауыштың барлық көлденең жолдарын оның сәйкес тік жолдармен ауыстырса, варианттарда тұрады. Анықтауыштың мәні өзгермейді. Анықтауыштың параллель екі жолын орнына ауыстырғанда, оның таңбасы кері таңбаға өзгереді. Яғни А1, А1-2-ні төмен екеуін ауыстырсақ, онда таңба минус ауысады екен матрицаның. Үшінші қасиеті анықтауыштың параллель жолдардың элементтері бірдей болса, онда анықтауышы 0-ге тең. Кез келген анықтауыштың жолының элементтерінің ортақ көбейткіші болса, онда оны алдына шығаруға болады. Келесі қасиеті анықтауыштың кез келген жолының элементтері 0 болса, мысалға 3-те 3 болсын, бір жол түгелдей 0 болса, оның анықтауышы 0-ге тең. Анықтауыштың кез келген жолының элементтерінің ортақ көбейткіші болса, онда алдына шығаруға болады. Мына 6-шы қасиет, бірақ сөзінде қате кеткен. Бұл тура сол 4-ші қасиетпен бірдей деп айтсақ та болады. Келесі 2-де 2 өлшемді матрицаның анықтауышы. 2-де 2 өлшем матрицаның анықтауышын табу үшін бас диагональдан қосалқы диагональдің көбейтіндісін азайтамын. Бас диагональ дегенім міне А1-1, А2-2, қосалқы диагональ дегенім А2-1, А1-2. Осыны азайтамын. Мына мысалдарды шығарайық. Бұның анықтауышын табу үшін 2-ні 7-ге көтем 14, азайтамын 4-ті 5-ге көтем 20. Сонда минус 6 деген шығады екен. Келесі 2-де бас диагональді көтем 1-ді 4-ке, азайтам 3-ті минус 2-ке. Сонда 4 плюс 6 10-ға тең болады екен. Келесі 3-те 3 өлшемді матрицаның анықтауышы. Бұл жерде негізі 3-те 3 өлшемді матрицаның анықтауышын тапқан тәсілдері өте көп әлемде. Мен сіздерге соның екі түрін көрсетемін. Біріншісі ол минорлар арқылы, екіншісі ол Сариус әдісі арқылы. Минорлар арқылы дегеніміз қалай? Біз бірінші жол, бірінші бағанды аламын. Сонда ортақ элемент А1-1-ді көбейтемін. Мына пайда болған матрицаның анықтауышына А2-2, А2-3, А3-2, А3-3. Осыдан азайтамын. Келесі, енді бірінші жол мен жұмыс жасап жатырмын. Бірінші жол, екінші бағанды айтамын. Ортақ элементі А1-2 пайда болған матрица, яғни сызылмай қалған элементтерден матрица құралады. А2-1, А2-3, А3-1, А3-3. Келесі осыған қосамын. А1-3, мына бірінші жол, үшінші баған, ортақ элементі А1-3, сонда А2-1, А2-2, А3-1, А3-2. Бұның таңбасы неге плюс-минус плюс? Бұл жерде бізде матрицаларда бай басталады. Плюс, минус, плюс кете береді. Асты тура солай минус, плюс дальше кете береді. Бұны келесі видео сабақта минорлар деген тақырыпты ашып өтеміз, сол жерде түсіндіретін боламын. Келесі екінші бұл жерде Сариус әдісі, менің сүйікті әдістерім бірі. Бұл жерде бұны үшбұрыш ережесімен байланыстырып жатады. Былай жасаймыз. Алғашқы екі жолын астына жазып алам. А1-1, А1-2, А1-3. А2-1, А2-2, А2-3. Осыдан енді бастапқы 3 бас диагональді өзара көбейтіп қосып алам. Міне. А1-1 көбейтілген А2-2, көбейтілген А3-3, келесі А2-1, А3-2, А1-3 қосылған мына жерде. Қосамын А3-1, А1-2, А2-3-ті. Енді осыдан азайтамын қосалқы диагональдардың қосындысын, көбейтіндісін қосындысын. Олар бізде мыналар. Міне.
осыларды көбейтіп бірінші диагоналдан азайтамын. А1 3, А2 2, А3 1. Қосамын А1 1, А3 2, А2 3. Қосамын А2 1, А1 2, А3 3. Мінекей осы лай орындау арқылы мен оның анықтауышын таба алады екенмін. Келесі 4-4 өлшемді матрицада ең тиімді әдіс Лаплас әдісі. Нөлдері ең көп жолды немесе бағаны таңдаймыз және бірінші жол мысалға мына есепте бірінші жол бойынша жүктесек болады. Қалай? Бірінші элементті аламын, мына А1 1 және осының минорын аламын. Минор дегеніміз осы сол элементтен тұрған жолмен бағанды тастағанда қалатын матрицаны анықтауышы. Мінекей мына анықтауыштың мына қалған матрицаның анықтауышына көбейтемін. Одан азайтамын, мына А1 2 сызам, қалғандарын көбейтемін. А1 3 қалғандарын, А1 4 тура солай қалғандарын көбейтеді екенмін. Есептер. Берілген анықтауышты есепте дейді. Біріншіде бас диагональды көбейтемін, одан азайтамын, қосалқы диагональдың көбейтіндісін. 56-дан азайтамын 54-ті 2 деген жауапты алады екенмін. Келесі 4-ті 5-ке көбейтемін, азайтамын -5-ті 2-ке көбейтемін. 20 қосылған 10 30-ға тең болады екен. Келесі -21 азайтамын 10 -31 деген жауапты аламын. Келесі енді бізде 3-те 3 өлшемді матрицалар. Минор арқылы да көрсетемін, Сариус әдісі арқылы да. Бірінші Сариуспен шығарайық. Мына жерге 4 3 2 2 1 3-ті жазып аламын. Тең 4 1 1-ді көбейтемін. 4 шығады, қосам 2 5 2-ні көбейтемін 20, -2 3 3-ті -18 шығады. Осыдан азайтамын, -2 1 2-ні -4. Келесі 4 5 3-ті көбейтемін, сонда менде 60 шығады, қосылған 60, осыған қосамын, 2 3 1-ді көбейтемін, 6 шығады. Есептейік, 24-тен 18 азайтамын 6, одан азайтамын 2 62-ні, сонда -58 деген жауап шығады екен. Келесі, мына жақта шығарайық, бұл жақта минорлар арқылы шығарайық. Бірінші жол және бірінші баған. Ортақ элементі -1, қалған анықтауыш 3-те 9, -4-те 2. Келесі бірінші жол, екінші баған. 8-ді жазамын, минуспен міндетті түрде -8. Қалған матрица 5 9 7 2. Келесі бірінші жол, үшінші бағанды аламын. Сіздер осы жерден өздеріңізге қай әдіс ыңғайлы, соны таңдай берсеңіздер болады. 6-ны жазамын, ортақ элемент 5 3 7 -4. Есептейік, -1-ді көбейтемін, 3 2 6, одан азайтамын, -36 +36 болады, -8, 10-нан азайтамын, 63-ті +6, -20 азайтамын, -21. -42, мына жерде -53 шығады, -53-ті -8-ге көбейтсем, так, 424 шығады. Мына жерде -41, -41-ді 6-ға көбейтемін, -246. Есептейік, -42, -246, -288 плюс 424 береді 136 деген жауапты екен. Осылай табамыз. Келесі енді А қосылған Б, А минус Б, 3А қосам 4В, 5А минус 2В-ны есептейік. Ең бірінші А қосылған В-ны есептейік. Екі матрицаның өлшемдері бірдей, демек қоса берсем болады. Қосатын болсам 1-ге 3-ті қосамын 4, -3-ке 1-ді -2, 3-ке 1-ді 4. 8-ге 1-ді 9, -5-ке -4-ті -9, -1-ге -2-ні -3. 5-ге -3-ті +2, 0-ге 5-ті 5, -2-ке 6-ны 4 деген жауапты алады екенмін. Енді екінші азайтайық. 1-ден 3-ті азайтамын, -2, -3-тен 1-ді -4, 3-тен 1-ді 2. 8-ден 1-ді 7, -5-тен -4-ті -1, -1-ден -2-ні +1. 5-тен -3-ті 8, 0-ден 5-ті -5, -2-ден 6-ны -8 деген жауапты алады екенмін. Так, енді мына жақта басқа, я. Үшіншіні есептейік. 3А плюс 4В дейді. Жазып алайын. 3А плюс 4В тең
3a дейді. Яғни A матрицасын түгел барлық элементін 3-ке көбейтіп шығамын. Сонда менде 3 минус 9, 3, 24, минус 15, минус 3, 15, 0, минус 6 шығады. Енді осыған қосамын 4v-ны дейді. V матрицасын 4-ке көбейтіп шығайық. 12, 4, 4, 4 минус 16 минус 8, минус 12, 20, 24 деген жауап табамын. Енді қосайық 3-ке 12-ні 15, минус 9-ға 4-ті минус 5, 3-ке 4-ті 7, 24-ке 4-ті 28, минус 15-ті минус 16-ға минус 1, минус 3-ке минус 8, 5. Қосып жатырмыз, минус 11 онда мына жер. Минус 11, мен азайтып тастаған сияқтымын. Мына жерде минус 31 болады онда, дұрыс. 15-ке 12-ні қосам, 3, 0-ге 20-ны 20, минус 6-ға 24-ті 18 деген жауапты алады екенмін. Ал мына 5а минус 2v-ны өздік жұмыс ретінде шығарып көрсеңіздер болады. Келесі екі матрицаны көбейтіңізі дейді. Екі матрицаны көбейту үшін не керек? Бірінші баған, яғни ББ бірінші баған, екіншінің жолы тең болу керек. Мұнда тең өлшемді 3-3 екеуі де тең көбейте берсек болады. Көбейткенде біріншінің жолын екіншінің бағанына көбейтіп қосамыз. Яғни біріншінің жол, екінші баған. 4-ті 1-ге көбейтем, 4, минус 3-ті 1-ге көбейтем, минус 3, 2-ні 2-ге көбейтемін, 4 мінекей. Келесі, енді бірінші жолды екінші бағанға көбейтем. 4, 2, 8, минус 3-ті минус 3-ке қосам, 9, 2-ні 3-ке 6. Енді бірінші жол үшінші бағанға. 4-ті 1-ге 4, минус 3-ті минус 2-ке 6, 2-ні 4-ке 8. Мінекей бірінші жолым шықты. Енді екінші жолға көшем. Екінші жолды бірінші, екінші, үшінші бағанға көбейтіп, соответственно, бір, екінші, үшінші бағанға жазып шығам. 2 бірім 2, 5 бірім 5, минус 3-ті 2-ке минус 6. 2, 2, 4, 5 минус 3 минус 15, минус 3, 3, минус 9. 2 бірім 2, 5 минус 2 минус 10, минус 3, 4-ке минус 12. 5 бірім, уже үшінші жол, 5 бірім бізе, так, минус 12, дұрыс, 5-ті 1-ге көбейтем 5, 6-ны 1-ге көбейтем 6, 2, 2, 4. 5-ті 2-ке 10, минус 18, плюс 6, 5 бірім 5, 6 минус 2, минус 12, 2 4-ім 8. Енді осыны есептейтін болсам, жаңа матрица шығады, А көбейтілген Б. Мына жерде менде 8, 5 шығады, 14, 23 шығады, 18 шығады екен. Мына жерде 1, минус 24, минус 20, минус 22, минус 20. Так, 15, минус 2, мына жерде 1 шығады. Мінекей осындай жаңа матрицаны алдық. Енді екінші мысал, бірінші мында өлшемін жазайықшы, 1 жол ғана бар, 3 баған бар. А мында 1 баған, 3 жол бар. 3-те 1. Біріншінің бағаны екіншінің жолына тең көбейте берсек болады. А көбейтем Б тең, бірінші жолды екінші бағанға көбейтем. Ой, бірінші жолда бірінші бағанға көбейтем. 2 4-ім 8, минус 1-ді 5-ке көбейтем, минус 5, 3-ті 0-ге көбейтем, 0. Есептейтін болсам, сонда 8 минус 5, 0-ім маған береді 3 деген жауапты. Сонда бір өлшемді матрица шығады екен. Келесі, екі матрицаны көбейтіндісі дейді. Так, есептейік. Мұнда бізде 2 жол, 3 баған, а мұнда 3 жол, 2 баған. Біріншінің бағаны екіншінің жолына тең көбейте берсек болады. А көбейтілген Б тең. Бірінші жолды бірінші бағанға көбейтемін. 1 3-ім 3, 0 2-ім 0, 2 бірім 2. 1-ді 1-ге көбейтем 1, 0-ді 1-ге көбейтем 0, 2-ні 0-ге көбейтем 0. Минус 1-ді 3-ке минус 3, 3 2-ім 6, 1 бірім 1. Минус 1-ді 1-ге минус 1, 3 және 0. Есептейік. А көбейтем Б, сонда тең болады 5-ке, 1-ге, так, 4-ке және 2-ге деген осындай 2-де 2 өлшемді матрицаны алады екенбіз.
Осымен біздің алгебрадан бірінші сабағымыз аяқталды. Сіздерге сәттілік тілеймін. Үлкен істер күшпен емес, табандылықпен атқарылады. Яғни күнделікті ізденісте болып есептерді шығара беретін болсаңыз, міндетті түрде грант деген нәтижеге жетесіз. Сіздерге сабақ пайдалы болды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған мен Дария апай. Келесі сабақта көріскенше.